мынау деген не сұмдық деп. Ана жылқы өзінен өзі өліп қалған ғой. Соны айтады да, бұл қалай дейді, не шылбыры мойнына ілініп қалмағанда, жаңағы іші кеуіп өліп қалды десе, не ол да жоқ дейді. Бірақ түсінбейді да ешкім қалай, неден оны өзінен өзі өліп қалған. Өзінен өзі өліп қалған. Осындай тылсым нәрселер бар кезде, бар десек көп адам сенбейді. Ол енді көп көзіміз жетті ғой. Жаңағы Құранның, ана жаңағы кісі келіп оқып жүрген кезде, Құранның бір аятын, сүресін ұмытып қалдым, қай сүре екендігін. Кәдімгідей бір шеті деген былайынан ойылып, кәдімгі күйіп қалған ғой. Бүйтіп ойып тастағанда былай. Ешкім үйде бүйтіп Құранды ашып алып, мынаны ойып тастайыншы деп күйдіріп тастамайды ғой оны. Кәдімгідей мына жартысы жоқ па, осындай ойып тастаған ғой. Кәдімгідей бір қызығы күйген да, күйдірген. Оның үстінде мамам Құран енді ашып оқып отырған кезде, соның арасында мынау не деп көріп қалды да, мынау не сұмдық деп бір парағы. Сонда айтамын да, енді бұл бір жағынан қарап тұрсаң, бұл сынақтың барлығы да маған не үшін келді деген кезде, Аллах тағалам ешқандай да ешкімді бекерден бекер сынамайды да. Бір нәрсе үйренетіндей болу керек. Жалпы осы сізге сиқыр, дуа жасалған тағы қандай белгілер болды сізде? Ризық жағынан қысқартылады. Қарызға кіріп кеттім. Білмеймін қалай мен қарызға кіріп кеттім. Тіпті түсінбеймін. Soy Pablo Gil, economista e inversor con casi 40 años de experiencia en los mercados financieros. Quizás te esté pasando que cuando más investigas sobre cómo invertir, más confundido terminas. ¿Te identificas con esta situación? Unos dicen que compres, otros que vendes. Ақшаң бар. Бірақ ақшаң жоқ. Береке жоқ. Бір жақтан қарыз аласың, бір деңгейге саласың, бір тірліксейінші деген сияқты нәрсемен, ол минусқа кетесің, мына қарызын қайтаруың керек деген сияқты. Ол қарыз қайтарылатындай болады. Мына жақтан келген ақша, ол қарызы қайтарылмайды. Білмеймін, есімнен шығып кете ма, бір әлде болмасын, білмеймін, әйтеуір бір берекесі жоқ па, сондай бір ақшаның берекесі шында да болмай кетті менде. Бір оқып қалдым сіздің Инстаграм парақшаңыздан деймін. Тіпті өлуді қарастырдым, қалай өлсем екен деп ойладым деп. Осы туралы айтып беріңізші. Енді менің анама қазір енді ауыр тиетін шығар деп ойлаймын бұл нәрсені есту. Мен де көп нәрсе білдіртпеймін ғой енді ол кісіге, енді анам болғаннан кейін. Қызым қалайсың дейді, жақсым деп қоямын. Бірақ ішімде ойымда тек қана сол қалай ауыртпалық салмай кетсем екен деген сияқты ой болады да. Қазір өзімді ваннаны толтырып алып тұншықтыра салсам екен, жаңағы тамырымды кесе салсам ол жеңіл болар ма екен деген сияқты. Болмаса дәрілерді іше салсам, ұйықтап қалып түк білмей кете салсам деген сияқты. Болмаса биіктен секіріп кетсем деген сияқты нәрселер болады. Попытка болған жоқ емес, менде болды. Жасадыңыз ба? Жасаған жоқпын, бірақ жаңағы ваннада өзімді тұншықтырып көрген бір еді. Сол кезде мамам, қыздарым бәрі көз алдыма келіп, бір жағынан енді оқыған намазың бар, иманың бар ғой. Сол кезде өзім ойладым, мен не істеп жатырмын деп. Бірденен ойыма жаңағы нәрсе келеді да, мен не істеп жатырмын, мен не істеп жатырмын. Сонда білем бар ғой, бір мен үшін ұзақ бір судың астында тұрған сияқты болдым. Бірақ білмеймін енді ол қанша минутқа созылғандығын, қанша уақытқа созылғандығын, бірақ өте ұзақ тұрғандығын білем. Сол кездегі демнің қайдағы жетіп атқандығын мен білмеймін енді бар ғой, мен бір соңғы сәтте бір атып шықтым да, мен не істеп жатырмын дедім. Мен алып кеттім, сонда сен неден қашып жатсың? Кімнен қашып жатсың? Деп өз-өзіме сұрақ қоямын да. Әбден сол жерде отырып алып жылаймын. Соны